Бізге екі түрлі ата-аналар келеді. Біріншісі, мынау мен балам тұйық, баланы ашу керек деп. Екінші ата-аналар, менің балам өте активный, осының энергиясын дұрыс бағытқа бағыттау керек деп. Әрине, шын мәнісінде кез келген бала ол талантты. Оның ішінде жасырын таланттар жатыр. Біздің мақсатымыз сол баланың талантын паш етіп шығару. Өйткені ертеңгі күні ол бала таланты бар, тұлға болған бала кез келген жерді ойып алады, нәтижесін шығарады. Оның бәрін зерттей отырып, қалай кез келген баланың талантын ашып, ертеңгі күні киноларға түсіріп, қалай сахнада өзін еркін ұстайтын қандай жол жасасам болады деп арнайы методика жасадым. Сол методиканы арнайы приложение қылып упаковать етіп дайындап қойдық. Яғни кез келген бізге келген бала күнде тапсырма орындап отырады. Тапсырмаларды орындау арқылы шығармашылығын ашып отырамыз. Және бізге келген ата-аналар берген баласын айдың соңында танымай қалады. Яғни біз бір жыл бойы баламен жұмыс жасаймыз, нәтиже алғашқы бірінші айдың өзінде шығады. Бұл методиканың атауын біз тұлға деп атап қойдық. Яғни кез келген баладан тұлға шығару. Бірақ бұл жерде біз барлық баланы алып қатыстыра бермейміз. Үлгеретініміз бар, үлгермейтініміз бар. Сондықтан да айына 30 ғана бала аламыз. 30 баланың ішінде сіздің де балаңыз болсын. Бұл киноға мені ұсынған Мейрам киностудиясы. Мейрам киностудиясына үлкен рахмет. Мен Мейрам киностудиясына іздесем де болғым келет ван оқ жетпес шапшаң тез есі уасван Бүгін бізде бас кейіпкерлердің бірі Бұлатты әбден бізді. Кино қалай болды? Керемет, күшті. Барлығы жақсы болған. Өзіме ұнады. Үлкен экранның алдында бірінші рет түсіп тұрмын. Рахмет бәріңізге, қолдап келгендеріңізге. Мейрам киностудиясына да түскем. Көнеміз ғой деген фильміне. Ол да өте әсерлі фильм. Бұл кинода әкем жоқ, ол кинода анам жоқ. Анасы мен болғам ол кинода. Қандай ол? Итак, бағың жанып тұр, родной.